Қайырлы күн, достар. Мен әжемнің керемет лечосын қалай дайындайтынын айтып беремін. Алдын ала банкаларды стерилизовать етіп аламыз және қызанақтарды жуып, ет тарқыштан өткізіп қайнатамыз. Қызанақтардың суы қайнағанша сәбіздерді осындай өткізгішпен өткіземіз. Дайын болған сәбіздерді қызанақ согына қосып 30 минут қайнатамыз. Кейін қызыл тәтті бұрыштарды ұзынша етіп турап, оны да қызанақ согымызға салып толық піскенше қайнатамыз. Дәміне қарай тұз, құмшекер, 200 грамм сұйық май құямыз. Дайын лечомызды құйып, стерилизовать етілген қақпақпен бетін жапқышпен жабамыз. Банкаларды төңкеріп 3 күнге көрпемен жауып тастаймыз. Осылай біздің лечомыз дайын болады. Ас болсын.